Баршаларыңызға ассалаумағалейкум. Бүгін біз сіздерге Азияның ақсақ барысы атанған атақты Әмір Темірдің неліктен өмірден кенеттен өтуі туралы әңгіме көріп беретін боламыз. Сонымен кеттік. Бұл Шыңғыс ханнан кейін өзінің жаулаушылығымен Еуропа мен Азияны тітіренткен атақты жаулап алушы болатын. Еуропаның зәресін ұшырған атақты түрік сұлтаны Илдрим Баязиттің, яғни Найзағайдың өзін Ангара түбінде тас талқанын шығарып, алтын орданың шаңырағын ортасына түсіріп, Моғолстанды жарым-жар етіп мүгедек еткен, онымен қоймай Үндістанды бағындырған атақты Темір болатын. Оның сарайына қиырдағы Испаниядан, Үндістан мен Мысырдан елшілер келе бастады. Шыңғыс ханның тұқымы саналатын әйгілі Тоқтамыстың өзін бірнеше мәрте талқандағанымен қоймай, кезінде Бату ханның негізін қалаған алтын орданың түбіне жетушілердің де бірі осы Темір. 37 мемлекетті тізерлеткен қаһарлы әмірші Азияда өзіне тең қарсылас көрмей, қақпасын адам қанымен бояған шығыстың маржаны Самарқанда дем алып жатқанда, оған Қытай императорынан елшілер келеді. Міне осы елшілер тыныш жатқан арыстанның ашуына тиген еді. Елшілердің сөзіне қарағанда, Моңғолдарды тентіретіп жіберген Чжуди өзін теңдессіз әмірші, ал Темірдің өзіне бағынып Қытайға салық төлеп тұруын талап етті. Императордың бұл оғаш қылығы Азияда өзіне тең қарсылас көрмеген Темірдің қанын қарайтып ашуға булықтырады. Әйгілі Көксарайда отырған ол Қытай императорын қай інге кірсе де тауып алып, тығылған жеріне суырып, қайда жасырынса да оны өлтіруге уәде етеді. Ашуға булыққан әмірші келген елшілерді түгел зынданға тастауға бұйрық береді. Ал өзі жеңімпаз әскерін ертіп Қытайды жаулап алуға аттанады. Темір расында талантты қолбасшы, көреген стратег болатын. Ол қатысқан соғыстарда жауын жеңбей ешқашан оралған емес. Оның армиясында қызмет еткен әр жауынгер әміршінің жанында өздерін асқақ ұстады. Әрбір жауынгер өз қолбасшысына жан-тәнімен беріліп қызмет етті. Мыңдаған сарбаз оның сарайын күндіз-түні кірпік қақпай күзеткен. Көреген әмірші өз әскерін Цезарь мен Ганнибал секілді қатаң тәртіпте ұстады. Олармен бір ыдыстан тамақ ішті. Қиын күндерде, қарлы борандарда бір шатырда жан сақтады. Салтанатты жиындарда болмаса, ол өз әскерінен артық астамшылыққа барған емес. Сол себепті Темірдің жауынгерлері өз қолбасшысы үшін өлуге дайын болатын. Бұл оның ең басты артықшылығы еді. Қытайға жорық алдында оның жасы 70-ке жақындаған еді. Ұзақ жылдар бойы тынымсыз соғыс, жақын адамдардың сатқындығы, сарай ішіндегі араздық оны әбден қалжыратты. Өзі құрған алып империяның түкпір-түкпірінен әртүрлі хабарлар, толассыз сыйлықтар тартулар келіп жатты. Бірақ олардың бірде-бірі әміршінің көңіліне медеу бола алмады. Оның бар ойы өзіне тіл тигізген Қытай императорын тәубесіне келтіріп, тізерлету туралы болатын. Алайда қанша жерден атақты болғанымен Темір де көп мұсылманның бірі болатын. Ол өзіне Алла қанша ғұмыр бергенін білмеді. Аяғында мүркістік, әрі соғыста жарақат алуы оның жағдайын күннен күнге ауырлата берді. Әскер арасына Қытай жорығын тездету туралы әңгіме тарап кетті. Қарапайым сарбаздар Темір соғысқа қатыспаса да оның жанында бірге жүруді қалады. Алайда бір оқиға істі мүлде өзгертіп жіберген еді. 1405 жылы 18 ақпанда отырарда Әмір Темір құпия жағдайда қаза табады. Қытай билеушісі бұл қоқаңдағанның арты үлкен бақытсыздыққа ұшырайтынын ұққан сияқты, арты үлкен апатқа айналарын ойлаған император Чжуди отырарға өз жансызын жібереді. Патша сарайына жасырынып кірген жансыз атақты Әмір Темірдің шашын алу кезінде улы ұстара, яғни улы қайшыны қолданып, атақты билеушінің ажалын жақындатты. Осылайша Қытай үлкен апаттан әзер аман қалған еді. Бір қызығы, Қытай император Чжуди өзі жіберген жансызға толық сенбеді. Себебі оның ұсталып қалуы да мүмкін еді. Егер Темірдің қаптаған әскері Пекинге басып кірсе, өзін қауіпсіз сезіну үшін, яғни Хорезмжақ Мұхаммед секілді айдалада бір аралда ажал құспаш үшін, теңіздің сенімді одақтасы іздеу керек болды. Миллиондаған қаржының арқасында Сучжоуда 62 кемеден тұратын алып флотилия жасақталды. Бұл кемелерде 27.800 жауынгер отырғызылды. Флотты тегі араб адмирал Чэнхэ басқарды. Осылайша Темірдің ашуына тием деп басына қауіп төндірген Қытай императоры қоқаңдайым деп Азияның барысының ашуына тиіп, артынан пұшайман күйге түсті. Тарихшылар Темірдің өлімін әртүрлі айтады.
бірі астан уланды, енді бірі өз ажалынан өлді десе, енді бірі аурудан өлді деп есептейді. Ал бұл сол нұсқалардың бірі. Қалай десек те ақсақ барыстың кенеттен өлімі Қытайды кезекті бір катастрофадан аман алып қалғаны айдан анық. Ал темірдің дәл сол Қытай жорығында жеңіске жететіні немесе жеңіске жетпейтіні туралы біз келесі видеомызда міндетті түрде айтатын боламыз.